деген сияқты соны үйретіп. Сөйтіп соны айтқанмен менде келдім, енді көптеген нәрселерді біліп жатыр, қалай өмір сүру керек екенін, дальше стресс, обида сондайдан екенін, соның бәрін біліп жатыр. Енді жалқаулық басым болмай, осының бәрін істеп жүрсек, бәрі күшті болады. Жан мен тәннен осындай көптеген нәрселерді үйренді, көп нәрсеге көзіміз жетті. Соның ішінде менің мына оң жақ бүйрегімде ісік бар деп, врачтар бүйрегіңізді алып тастаймыз деген, операция қыламыз деп еді. Келгелі ондай бүйрегімде ауырсыну не ешқандай сезіп жатқан жоқпын. Алла шипасын берсін деп сіздерге рахмет айтамын. Жан мен тәнді алғаш рет естіген кезімде мойындайын, былайынша ойлаған тоғым, бұл негізі көбіне үлкен адамдардың келетін жері шығар деп. Бірақ келгеннен кейін ең алдымен менің ойымның өзгерген нәрсесі бұл менің керемет потокқа тап болғаным. Адамдардың ешқайсы бүйтіп жүдеп немесе бүйтіп көңіл күйлер түсіп жүрген көрген жоқпын. Бәрінің де бойында керемет энергия, тасып тұр, оптимистер көбекке арамызда. Мен соған қуандым. Және де екіншісі, қандай да бір қиыншылық туса, маған қандай да бір адам, даже өзіміз бірінші кездесіп жатқан адамдар маған келіп көмектесетін. Соған мен өте қуандым. Және де міндетті түрде жаңағы диагнозымды айта кетейін, өзім негізі витилиго ауруымен келген болатынмын. Мен қаншама жерді шарлап шықтым, біршама жылдарда уже келе жатыр. Кожевое заболевание уақытымен ушығып келе жатыр. Сөйтсе менің осында келген кезде басты мәселем баста екен. Яғни жаңағы өзіміздің тәлімгерлеріміз айтуы бойынша бізде басты мәселе мида болып шықты. Енді осы мәселені түсініп, мен қабылдап, көптеген мәселелермен жұмыс істеп, мен осы үлкен жаңағыдай алғысымды тәлімгерлерге де айтқым келеді. Әсіресе Ахметбек Нұрсила ағайымызға, Нұргүл тәтемізге, Гүлбану тәтемізге, Мақпал тәтемізге, тіпті Мейрамбек ағайға да біз үнемі жаңағыдай артымызда сурет видеомыз түсіріп жүргенге. Басында ең қиын нәрсесі әлбетте біздің күнделікті жаңағы саумалымыз, түйенің сүті. Не болса да мен сіздерге айтайын, бұл өте керемет жаңағыдай келуге тиісті жер екен. Сондықтан осы жерге тек қана үлкен адамдар келеді деген ойды алып тастап жастарға да келу керек екен. Рахмет көп. Ахметбек Нұрсилаға мен ол кісі анау 2018 жылы бизнес бастауда